Hello World. Бүгін бізде қонақ емес, қонақтар. Бүгін Жусан банктың қыздары болып, өзіміз отырып, жігіттер жайлы емес, IT жайлы әңгіме айтып шай ішетін боламыз. Ендеше қыздар өздеріңді ең алдымен таныстырып өтсеңдер. Бәріне сәлем, мен Алтынай. Мен КБТУ-ды бітірдім, ВТИПО мамандығын. Қазір Жусанда фронтенд разработчик болып жұмыс жасаймын. Өте жақсы. Гүлбақыт. Барлығына сәлем, менің атым Гүлбақыт, мен Петропавл қаласында сол университетті бітірдім. Мамандығым иностранные языки, английский және французский. Қазір Жусан банкте, иә? Иә, қазір Жусан банкте фронтенд разработчик. Жақсы. Бәріне сәлем, менің атым Тансу. Мен Алматыда Инияз университетін бітіргем, бірақ қазір қыздар сияқты фронтенд болып жұмыс жасаймын Жусанда. Жусан банкте, иә? Я көріп отырғандарыңыздай, бізде жалпы неге бүгін ерекше формат? Яғни бізде әдеттегідей бір адам болатын, иә, мен шақыратын қонақ. Бүгін 3 қызды шақырып отырмын. Оның да бір өзіндік себебі бар. Себебі қыздарға ортақ қызықты бір факттер бар. Мүмкін өздеріңіз байқаған шығарсыздар, иә. Яғни бакалаврда университетте мамандықтары IT болмағанына қарамастан, қыздар қазіргі таңда IT-да жұмыс жасайды. Енді менде бір осы тұрғыдан сұрақ келіп отыр. IT-ға ауысуға не себеп болды? Яғни бір болады ғой, міне осы IT менікі, вот осы менікі деген сияқты чувство келеді ме адамға жалпы? Оны қай кезде сезесің деген сияқты да. Қыздар? Өзімді айтып кетсем, маған менде IT-ға қызығушылық мектептен болған, бірақ өзімде сенімсіздік болғасын, мен IT таңдамадым, өйткені ОБТ-да физика мен математиканы тапсыру керек болғасын. Мен физиканы мүлде білмегем, сондықтан қорқып ағылшын таңдадым. Шет тілге де менде қызығушылық болды, сондықтан соны таңдадым. Яғни физикадан қорқып, сол үшін шет тіліне ауысып кеттім, бірақ бәрібір де мектеп кезінде IT-ға деген қызығушылық болды, иә? Алтынай, сенде мысалы? Менде IT-ға деген ондай чувство болған жоқ. Вот разработчик боламын деген сияқты. Ол өмірдің өзі алып келген сияқты мен бір жағынан. Потому что, мен ағылшын жақсы көретін едім. Мектеп кезден, қазір өзінде де. Сондықтан НТ-да бірінші ағылшын тапсырдым. Грантқа түсе алмаған арқасында ата-анама масыл болмайын деп, бір семестрден кейін шығып кеттім универден. Сосын кешір, иә, сөзін бөлгеніме, бұл университет, яғни сенде ағылшын тілін не мамандандырылған университет болды, иә? Сен бірінші түскенің. Ол жерде мен ақылы оқыдым. Сосын бір күні Еуразия уик деген болды бізде. Мені как волонтер ретінде шақырды, ағылшын білетін болған үшін. Сол кезде қарасам, қасымда биологтар, технологтар отырды. И солар қарап, ағылшын керек бола ма, болмай ма деген сияқты ой келді менде. Лучше бір какой-то мамандықты ағылшынша игерейін деген ой келді маған. Сол үшін мен бір семестрден кейін шығып кеттім. Ендігі жылы қайтадан тапсырдым. Солай IT-ға. Солай КБТУ-ға түсіп кеттің, иә? КБТУ-ға түсіп кеттім мен солай. Негізі қарап тұрсам, бір смелый шақ қой енді. Алып, универді тастап кетіп, тем более ата-анам не дейді деген сияқты енді. Бәрібір все-таки ол кезде қорқынышты болды ғой деген сияқты. Гүлбақыт, сенде қандай история? Менің историям похожа на Алтынай. Өйткені менде осындай мақсат болған жоқ, IT-да жұмыс істеймін деген. Мен біріншіден Алтынай сияқты бір мамандықты ағылшынша игеремін деп мақсатым болды. Сондықтан ағылшынды бітіріп, бір жыл, как раз ковид болды, бір жыл мектепте жұмыс істедім. Өз мамандығымен жұмыс жасадың? Госшколада, гос мектепте. Сосын Алматыға келіп, бір жыл мектепте істеп, жай курсты тауып бастадым IT-ді оқып. Яғни мектепте істеп жүрген кезде курс таптың, иә? Сол курсты оқып, мен түсінгенім бойынша JS-ті сен бір целенаправленно таңдаған жоқсың, яғни қалай келді енді солай таңдап кеттің ба? Иә, мен IT-да вообще ештеңе білген жоқпын. Жай подругалармен отырып, шай ішіп, бір курсты таңдаймын деп шештім. Сосын фронтенд деген курсты тауып, соған жазылдым. Вот так история началась. Қызық, иә, шынымен де.
енді қарап тұрсаң, яғни өздерін Алтынай жарайды университетті тастап кетті да КБТУ-ға, яғни технический университетке түсті, иә? Ал бізде қыздарда басқаша история, иә, яғни өздерің самоучка болып оқыдыңдар ғой, иә, получается. Сонда менде мынандай да, мысалы, болады ғой, бір нәрсені өзің оқып жүресің, жарайды университетте баға үшін оқисың, енді лишь бы стипендиядан айырылып қалмау деген сияқты, иә, но самоучка болған кезде как бы бір дисциплина керек қой, енді бәрібір де. Сол қалай таста кетпедіңдер? Выгорание болды ма оқып жүрген кезде? Или ондай история болмады ма? Выгорание әрине болды. Мен негізі мені очень легко отвлечь. Телефон, не болсын, достарым жазып жатыр ма, сразу. Выгорание әрине болды. Бірақ жақын адамдардың көмегі бойынша, қолдау бойынша, ол мені ағам. Менің мотиваторым, ол мені тастама, оқуыңды бастадың ба до конца деп мені қолдап келген. Ағама өте ризамын, рахмет. Сол дисциплина ұстауға керек болды. Жаңа өзінің техникалары бар. Помодоро деймін, солмен қолданғам. Жаңа 20 минут оқисың, 5 минут соцсетте отырасың. Солай. Сол техникалар маған көмектесті. Дисциплинаны шығаруға. Сол. Өте жақсы, негіз қызық, помодоро. Мен де көп байқадым, танысу ағасымен жақсы араласады екен, да? Маған ұнайды, өйткені менде де сондай, дәл сондай. Мен де осы кезге шейін постоянно көмектескен ағам, да? Типа екінші ағам. И мен де үнемі ризамын, типа маған универде қиын болды оқу, сол кезде жылап, звондаймын. Или білмеймін, айтамын қазір мен алмайда осы. Сөйлесіп өткен кезде. Мен алмайда осы. Өте қалатын сияқты ойын деп па? Ағам всегда жоқ, Алтай, типа, сен арамызда ең күштісің, ең ақыллысың деп солай. Яғни туысқандардың поддержкасы, жалпы, не только туысқандар енді, жалпы жан жағында жүрген саған жақын адамдардың поддержкасы ол өте қатты керек нәрсе, иә? Ал сенде Гүлбақыт ондай выгорание? Выгорание, я болды, особенно 2 айдан кейін үлкен выгорание болды. Я вообще думала, үйге кетем, сосын тем более менде жұмыс болды, параллельно оқып жұмыс істедім. Таңертең түске дейін біз оқыдық, жас академия, сосын жұмысқа бардым. Сондықтан вот из-за этой рутины выгорание болды. Сосын үйге звондадым, ата-анама айттым, мен келемін. Я кел, да жұмыс бар. Күтіп аламыз. Оларға тем более күшті ғой, когда сен қасында жүресің. Сосын жас академия бізде мұғалімдер күшті болған. Сондықтан как-то весело было все это проходило. Уақыт тез өтіп, сосын жұмысқа шықтым. Бір шеті тура сондай орта ғой. Яғни сен сияқты басқалар да оқып жүрді. И как бы ойлайсың, жарайды, осы адамдармен бірге бір нәрсе шығады әйтеуір. Я сондай қылып. Как раз 3 айдан кейін біз Алтынаймен жақсы араласып кеттіңдер. Сондықтан окружение прям IT болды. Ол да әсер етті ғой. Енді осы жерде бір сұрақ туып отыр да, мынандай, мысалы бакалавр IT болмағаны, ол бір вакансияларда жұмысқа тұратын кезде кедергісін жасады ма, мешать етті ма? Жалпы ондай мүмкін ба деген ғой, сендердің өмірлерінде сондай нәрсе кездесті ма? Мысалы бір жұмыстың вакансиясын қарадың, соған подаваться етейін десең, бір требование жазылып тұр да, мысалы бакалавр технический болу керек дейтін сияқты бір сондай оқиғалар болып жата ма жалпы? Или ондай болмады ма? Негізі қасың компанияларын ондай жиі кездестірмейсің. Оларға диплом болса болды. Маңызы қандай емес. Негізі сол жақсы деп ойлаймын. Өйткені еуропалық компанияда, америкалық компанияларда обязательно ол bachelor degree или master degree. Computer science, либо солмен қатысты бір мамандық болу керек. Ол негізі бір жағынан дұрыс деп ойлаймын, бірақ бір жағынан дұрыс емес деп ойлаймын. Если шет елге тапсырғың келсе, то оқу керек, а если Қазақстанда болса, нормально диплом. Не то, что шет елге, просто үлкен компанияларға тапсырсаң. Big Tech дейтін сияқты ма?
Иә, яғни негізі жалпы диплом қазіргі таңда онша актуалды емес сияқты. Мен қарсымын. Не себепті қарсысың? Бүкіл адам диплом алу керек деп ойлаймын. Бүкіл адам. Ну, если бір жағдайлар бар, когда сен ата-анаң қатты бай, либо сенде бизнес бар, который саған миллиондап заттар алып келіп жатыр. А если сенде ондай емес, сенде средний отбасы, кәдімгі басқа шара жоқ болса, сол сені оқуың керексің. Просто так универ тастап кетуге или диплом алмай қоя салуға болмайды. Бірақ өзің мысалы қара, IT-да дипломға аса қатты мән бермейді, сенде диплом бар ма, главное же умение дегенде ғой, енді код жаза аласың ба, қалай жаза аласың дегенде. Яғни бір әрине оқу керек, бірақ не обязательно 4 жыл құртып университетте. Оны былай да самоучка болып та, басқа курстарда болсын, оқып алған, білмеймін, қазір сондай тренд сияқты, мне кажется. Деп айтайын деймін ғой. IT сондай мейнстрим. Иә, IT мейнстрим. Вот. Ендеше негізі мынандай зат бір қызық. Жаңа айтып өттік қой, шетелдік компаниялар дедік, Европаның, жаңа Американың, қазақстандық компаниялар. Негізі қарап отырсақ, былай несі айырмашылықтары бар ғой, өте үлкен деп те айтсақ болады. Осы орайда бір әңгіме есіме түсіріп отыр да. Банкте жұмыс істеймін деп айтсаң, көбінесе туысқандар түсінбейді да. Банкте қайдағы айтшы, менеджерсің ба, кредит алып берші, пожалуйста, операторсың ба, сол уже бар ғой, прям мына жерінде тұршы. Кәдімгідей қалай кредит алады? Я говорю, ондайды білмеймін, оны мен білмеймін, оны менеджерға айту керек, филиалға бару керек, соны түсінбейді да. И банкте десең, қалай ол банк, и IT қалай бір-біріне қатысты деген сияқты да. Негізі қазір банктердің бәрі қарағанда үлкен IT компания деп айтуға болады ғой. Сонда бізде IT-мен айналысатын тек банктер ғана емес, сонымен қатар IT компаниялар бар, аутсорс компаниялар бар, IT стартаптар бар деген сияқты. Сонда қайсысында жұмысты істеген дұрысырақ қалай ойлайсыңдар? Стартаптарда, аутсорста ма, или банктерде жасаған дұрысырақ па? Не үшін деген сияқты? Менің ойымша, если ты начинающий, біз сияқты универде оқымай, жай курстан кейін, мне кажется, банкте жасау лучше будет. Өйткені сен точно не знаешь, как это все работает, сондықтан бизнес-процестерді жақсы түсініп алу үшін, да? Яғни үлкен корпорация, енді банк стартаптан қарағанда үлкен ғой, сол үшін жалпы структура бар да? Структура бәрін түсініп алу үшін солай дұрысырақ деп ойлайсың, иә? Ал стартаптарда жұмыс жасағың келмей ма, мысалы? Или не үшін стартапта жұмыс істеу керек? Қалай ойлайсыңдар? Негізі банкте жұмыс жасау для джунов бізге, например, для начинающих жақсы тәжірибе деп ойлаймын. Өйткені банкте жаңа бизнес процестер жүйе уже құрастырылғанда саған оңайырақ болады. Сен жақсы тәжірибе жинайсың. Ал стартап ол жаңағы уже тәжірибелері бар middle сеньорларға жақсы деп ойлаймын. Жаңа өзін басқа жақтарын ашасын, ол деген тек разработка емес, стартап деген ол деген жаңа бизнестармен сөйлесу, жаңа архитектураны өзің құрасың. Сол жағынан джундарға, мне кажется, қиынырақ болады. Яғни мысалы қазір бір белгілі бір направлениеда жұмыс жасаймыз, мысалы мен бэкэндта, қыздар фронтендта жұмыс жасайды. Ал мысалы стартапта болған кезде сен как фронт, бэк сияқты емес, в целом не сияқты, software инженер сияқты, яғни өзің тестировщик, өзің аналитик, бәрін өзің жасайсың да, сондай болған үшін. Негізі, келсем бір шетіне. Оның үстіне стартаптарда анандай ғой, мне кажется, переработка көп сияқты. Задачаларды көп бере беретін сияқты да, үсті-үстіне ше. Бірақ оның да бір шетіне негізі пайдасы бар, себебі жаңадан бастап келе жатсаң, көп задача ала берген сайын көбірек опыт не істейсің ғой, жинайсың ғой. Бірақ дұрыс, выгорание болып кетеді. Шынымен де, выгорание болып кетеді ғой. Вот үнемі даже қандай машина болсаң да, істей бересің. Такая бір күн, жалқы кеттім деп ойлайсың ғой. Вот, сондайлар болады. Енді мынандай да, мысалы стартаптарға қарағанда негізі банкте ондай қатты нагрузка жоқ қой. Өте қатты задачаларды артынан бермейді ғой. Спринт бар, сол жерде задачаңды аласың, ең бастысы сол задачаларыңды уақытында бітіруді. И мен мынандай бір осыған қатысты бар да, мемдар болады ғой, андай технарь
қыздар и гуманитарияда оқитын жалпы жұмыс жасайтын қыздар дегенше суреттер болады ғой екі түрлі андай гуманитарияда жүретін қыздар такие все андай күшті я чиксы ал неде технарь қыздар анандай шаштары бәрі онша тарамаған короче өзіне қарамайтын сондай болып жүреді ғой соған келісесіңдер ма негізі қаншалықты жұмысқа былай дайындалып барасыңдар ол қай мағынада қалай сондай мысалы мынандай да күнде таңертең тұрып шашыңды бәрін укладка жасап боянып оның бәрі сендерде болады ма мысалы қаншалықты жиі күнде солай барасыңдар ма жұмысқа или жұмыс ауыр да мысалы қиындау кішкене оған уақыт жетпейді деген сияқты ма мен басында бастаған кезде осы жусанда карьерамды ол кезде мен ондай нәрсеге вообще қарамайтын әдемі болып бару мен уже азында тұрам сразу задачалар бесіме келеді қандай задача істеу керек қалай жасау керек басында кішкене джун болғаннан кейін қиын болады ғой ол кезде білмеймін соған шынымен келіп тұрған шығар мамға яғни сенде типа болды андай капюшон киіп алып толстовкамен такая өзің отырасың алдыңғы үш ай адаптация и сол кезде болды менде сондай одан кейін ғана барып мен қалай жұмыс жасау керек екенін түсінгеннен кейін ғана барып менде кішкене реттеле бастады иә содан кейін яғни күнделікті өзіңе қарап кәдімгі киіміңді таңдап солай келіп жүресің каждый день онда каждый день нәрсе болмайды ғой иә иногда бір ситуациялар болып қалады деген сияқты иә ситуациялар болады сендерде қыздар қалай ну вообще гуманитарий қыздар технарь қыздар это стереотипно ну и гуманитарий қыздар түсіне болады ну не хотят краситься там келе жұмысқа жай иә менде алтынай ну как у Алтынай не было бірінші күннен бастап всегда ухоженная екен бірақ пробки из-за пробок приходилось так приезжать поздно там или еще что-то но гибкий график болғандықтан қазір уже примерно накрашена барлығына дайындалып келесің да жақсы өте ал сенде танысу қалай болады жаңа стереотип бойынша айтатын болсам жаңа адамға байланысты деп ойлаймын технарь болсын гуманитарий болсын адам негізі ухоженный болу керек бірақ не стереотип неге тараған ол негізі еркектерде тараған деп ойлаймын қалай ол өйткені жаңағы қалай айтсам болады негізі IT мамандықта көбінесе еркектер жүреді ғой сондықтан мынау ботаник мынау өз-өзіне қарамайды деп көп нелер бар шуткалар и олардың барлығы еркектермен связаны потому что типа технари у них нет времени ухаживать за собой деген сияқты олардың уақыттары болмайды жұмыстары өте көп ухоженный болуға уақыт жоқ деген сияқты сондай стереотип бірақ ол мен стереотипқа сенбеймін соған доказательство біздің қыздар десең сосын мынандай бар ғой типа технарлар кішкене жұмыстар қиындау сияқты көрінеді ма и постоянно компьютердің алдында отырғаннан кейін как будто бы көрінбейтін сияқты да түрі ше арт жақтан қарап отқан сияқты көрінеді да адамдар задний фонда гуманитарлардікі наоборот бетері ғой получается олар преподаватель получается адамдардың алдында выступать ету керек бір причина то что обычно гуманитарий адаммен жұмыс істейді а біз компьютермен сондықтан как бы мы думаем ладно бүгін боянбай барамын компьютердің алдында отырасың ол да әсер етеді по идее ешкім көрмейді ғой иә ол да бар бірақ та менде бір осы коллегамыз айтқан если мен өзім осылай әдемі болып келемін то есть мен әдемі болып отырамын сосын мен тағы өзім самочувствиемді жақсартамын дейді да и сондықтан менде код тоже хорошо получается кодит то есть сол үшін да сондай әсер етеді дегендей иә өзін адамның қалай сезінеді солай адамдармен араласады жұмысы жүреді солай негізі осында бір нәрсе есіме түсіп отыр да менде мынандай болатын мектепте мен негізі бәрі білет мектепте танитын адамдар болса мен мүлдем боянбайтынмын андай өзіме шынымен де қарамай жүретінмін жоқ ол шындық мектепте бар адамдардың барлығы негізі біледі шынымен мектепте вот қалай болса солай жүре беретінмін шынымен де солай өйткені енді шынымен де вот сабаққа баспен кіріп кеткен ғой енді сондай дейді ғой сондай болғанда негізі менде сол кезде мектепте мынандай болатын енді все-таки природаның қыз ғой и сенде андай болады да
басқа қыздарға қарайсың да андай тоже боянғың келеді, әдемі болып киініп жүргің келеді, бірақ қорқатынмын да, ондай өзгерістен қорқатынмын. Неге? Себебі мен ойлайтын былай, бәрі мені ақылды деп айтады, жақсы оқиды сабағын деп айтады. Если бір күні мен ала салып өзгеріп әдемі киініп, юбка киіп, күшті болып боянып барсам, как будто бәрі анандай, маған не болған? Она же вроде отличница дейтін сияқты. Ойлап қалатын сақылды болатын да, тура солай. И университетте де бірінші курс бойы мен боянған жоқпын да, тура сол оймен жүре бердім. Себебі менде анандай болды да, ақылды қыздар, олар өзіне қарап жүрмейді да, ал қалай өзіне қарап анандай әдемі болып жүретін қыздар, олар андай жақсы оқымайтын қыздар. Деген сияқты. Уақыттары көп сияқты. Я, типа, как будто бы уақыты көп сияқты да. Сондай. Сосын кейін барып өзім қасында қыздар бәрі әсер етті. Содан кейін ойлап кеттім, жарайды, ондай да өзгеріс болады шығар деп. Но недавно маған балдар айтады, кім екен айтпай ақ қояйын, маған айтады да былай, мен айтқам ғой, алтын белгіге бітіргенмін деп ше, мені мектепте сосын айтады, да ну сен жақсы оқыдың ба? Сіз мен айтам, не маған по мне не видно деген сияқты көрінбей ма десем, жоқ, типа андай все время не істеп жүресің ғой дейді да, дұрыстап киініп, не істеп, сол үшін олай ойламаймын дейді да. И маған кәдімгідей обидно болып қалды ол. Как будто бы басқа, енді мен мектепте басқа кезде көрмеген адамдар қалай оқитынды сырттан қараған кезде солай көрініп қалатын сияқты. Сендерде бір сондай чувство болмады ма? Вообще ондай бастарынан өтпеді ма? Негізі ондай жаңа айтады, предвзятое отношение деген болады әдемі қыздарға. Ол боянып, не істеп келсең, сен бүгін уақытың көп шығар, боянып келіпсің ғой, бірдеңе болып келіпсің ғой, или там куда-то идешь. Жұмысың жоқ па? Бірақ ол адамға байланысты деп ойлаймын. Бәрін бірге алып жүруге болады деп ойлаймын. Сұлулықты, жұмысты, осының жеке өмірді бәрін бірге алып жүруге болады деп ойлаймын. Ну басындағы андай қалай импрессион да, типа біреуге деген. Ол алдамшы ғой. Басында көрген адам қандай екенін білмейсің ғой, бір көргеннен. Әдемі болса, значит ол ақымақ деген мағынада емес та. Мысалы, араласа келе көресің, типа шынымен ба, шынымен емес па деген сияқты. Ну типа ол жұмыс жасағанына қарап, сөйлегеніне, немен айналыса, ну солай. Соған қарап, иә. Негізі жалпы қыздар деген, білмеймін, мен қыздарды бар ғой, қатты жақсы көрем, солай туылғаныма кәдімгідей шүкіршілік етемін да, дейсің. Себебі қыздар, мне кажется, бәріне үлгереді сияқты. Вот қараймын да, қандай мықты қыздар көп қой, мықты әйелдер, иә, вот бәріне үлгереді. Шынымен күшті да. И мынандай да, осы жақта қалай айтсам екен, өздерінің жеке бастарында ма, да, мысалы IT-да жұмыс істеп жүріп, ұмыт кетпейсіңдер ма өздерінің жеке өмірлеріңді, яғни болады ғой бір жарайды, қазір тұрмысқа шықпай қоям, қазір жігітпен жүрмей қоям, кейін бірінші карьерамды жасап алам дейтін сияқты. Немесе сендерде бәрі баланста ма, яғни и жұмысыңды жасап жүресің да, и ойлап жүресің, жеке өміріңе де уақыт тауып жүресің деген сияқты. Қазіргі кезде обычно жұмыс көп болмағандықтан, в принципе, кешке шығып, там бір жаққа барып, нормально. Бірақ та проекттер үлкен болса, там, дедлайндар, например, бір ай, вообще там, ешқайда бармайсың, жай жұмыс істеп, үйге барып ұйықтайсың. Жұмыстан баға салмай жүресің, ондай да болады. Мен өз басым, негізі өз басым мен баланс дегенге қатысамын. Бір жерде соотношение 50-50 алып жүру өте қиын. По-любому біреусі көбірек болады, біреусі кішкентай болады. Поэтому менде қазір приоритетке байланысты, менде приоритет если жұмыс болса, ол болып жұмыс, а менде личный өмір кішкене, ну типа екінші орынға қалып қалды да. Қазір яғни карьера жасау. Карьера жасау, иә. Карьера жасау. Когда мен дайын болған кезде, болса, осылай, болып кетсе, ну болашақ көрсетеді деп ойлаймын. Но приоритетке қарап бөлінеді. Біреуде личный нәрсе болса, мысалы өмір болса, сол көбірек соған назар аударады да, жұмысы кішкене екінші орынға қала бастайды. Солай. Яғни анандай ма, мысалы IT-да жүрген қызға, жалпы жігіттер басқаша көзқараспен қарайды ма? Оны сезесіңдер ма? Мысалы негативно или позитивно? Мысалы IT-да жұмыс жасаймын десең сразу
ой қазір не істемейді ау, карьерасын таңдап кететін қыз ау дейтін сияқты қарай ма, или как обычно? Онда ешнәрсе айырмашылық жоқ, иә, кажется. Енді қыздар менде мынандай да, мысалы жаңа Гүлбақыт айтып өтті ғой, мен фронтендті былай қарағанда рандомно таңдай салдым. Мен де негізі бэкендті рандомно таңдай салғам. Шынымен де солай болды. Ал сендерде қалай болды? Сендер прям оқып, зерттеп, осы фронтқа барамын деген сияқты таңдадыңдар ма? Мен жағдайымда біз курсты таңдаған кезде бізде 5 направление болды ғой. 5 направление қандай екенін бәрін білдім. Есімде жоқ, бірақ Java'ны таңдағым келгенде болды, бірақтан жоқ дедім. Неге екенін білмеймін, просто Тартпады ма? Тартпады, иә. Вот JavaScript, HTML, CSS дегенді естігеннен кейін маған жақын болды да сол. И мен екінші курста бір Angular оқыған есімде, соны бір кішкене қызығып оқып келіп жатыр еді, ковид басталып кетті, сонымен забросила просто. Одан кейін менде қатты опыт болған жоқ. Сондықтан вот сол есімде қалған үшін сол React-ға жақын болды ғой. Иә, фронт кішкене маған жақын болды былайша айтқанда. Ал сенде танысу қалай болды? Мен негізі фронтендті өзім таңдап келдім. Курсқа түсетін алдында мен фронтендті өзім самоучка болып кітаптардан, интернеттен 1,5 жыл бұрын оқып жүрдім. Неге фронтенд таңдадым? Өйткені маған қалай айтсам болады, жұмысымның нәтижесін бірден көрген ұнайды. Ол сурет салғандай. Бэкэндте ол шамалы басқаша. Сол үшін мен фронтенд таңдадым. Менде де вот это вот причина была. Сенде де тоже солай болды, иә, негізі? Негізі шынымен қарап тұрсаң, бір маңызды себептердің бірі, иә? Кім болады ғой, адамдардың өзінің натурасына, темпераментіне да байланысты, иә? Кейбір адамдар болды, вот сразу результатты көргің келеді, да? Сол сені мотивирует даже анандай жасап не істеуге. Может, содан. Енді мынандай ғой, мысалы, көп адамдар болады да, мүмкін ойланып жүрген шығар, осы өзінің сферасынан IT-ға ауысуға. Қазір енді IT деген тренд қой негізі. Ол қазір ғана емес, жалпы болашақтың барлығы IT деп мен ойлаймын. IT-мен байланысты болады бар нәрсе. Ол уже белгілі зат сияқты. Сонда IT-ға қазір ауысатын адам болса, жалпы мені таңдаған дұрыс. Бэкенд, фронтенд, неден бастаған дұрыс? Или немесе тестировщиктен бастаған дұрыс, немесе дизайнер. Қалай бастаған дұрыс? Қалай ойлайсыздар? Менің ойымша, уақыт болса, бэкэндті таңдау дұрыс. Өйткені все-таки нижний языки, Java, нижний уровень. Сондықтан как бы понимаешь сразу всю такую структуру. Фронт, если ты хочешь быстро зайти в IT, то фронт. Яғни бэкті үйренуге көбірек уақыт кетеді деп ойлайсың, иә, фронтқа қарағанда. Ал вообще фронтты үйренуге неше уақыт кетеді? Мысалы, үйрендің, вот егер сенде басқа жұмыс болмаса, с утра до вечера енді сен осыны үйренуге уақытың болса, примерно неше уақытта сен бастап жұмысқа уже кіріп кете аласың? Менің ойымша 5-6 ай. 5-6 ай фронтқа жетеді? Иә, фронтқа. Фронтты прям, джунға дейін көтеріліп, дальше жұмысқа подаваться ете беруге уже 5-6 айға жетеді деген сияқты, иә? Бірақ, перспективасы үлкенірек болса, мен Гүлбақыт сияқты ойлаймын, өйткені Java-ның продуктысын мобильшікте қолданады, Android-та қолданады, короче, iOS-та қолданады, ода ондай жоқ. Вакансия көбірек. Вакансия көбірек, и оның продуктысын алып бәрі қолдана береді, әртүрлі направлениеде. Если сен фронтенд қана болсаң, сен тек қана узкила болады да, и конкуренция көп. Даже проекттерде мында екі бэкенд, бір фронтенд болады. Иә, ондай да бар. Еще, кстати, бэкендта негізі байқайсың ғой, көбінесе ұлдар. Иә. Даже бізде жұмысы сондай сияқты, көбінесе ұлдар. Иә, шынымен де бізде бэкенд ұлдар бар ғой, көбінесе. Так, енді мынандай сұрақ. Мысалы, мынандай болады ғой, жаңа айттық қой, выгорание туралы ше, оқып жатасың да, и выгорание болып кетті. Сосын ойым жинақтаймын алдым. Қазір басқа сұрақ ойланып алайыншы. Нормально. Тогда опять разойдем, чуть-чуть сервис отыр. Так, не сұрақ қойсам болады? Басынан кеткен болады. Вот фронт-бэк соң қалай ойлайсың? Типа, если выгорание в одном, типа, можно ли перейти сразу в другую какую-нибудь? Сондай, иә?
например айтиді не үшін таңдадың, не үшін жалғастырдың? Ондай сұрақ болды ғой басында. Нет, типа обучаться не в глубину, а в ширину. Видишь, такая тема. Иә, ол да бар. Онда жаңағыға келеді ғой, выгорание болып кетсе, басқа жаққа ауысып кетсең қалай болады десе. Вообще в целом айтида ауысып кете беру оңайырақ па деген сияқты. Иә. Все. Так. Енді жаңа выгорание туралы айтып өттік қой. Сонда мынандай да, мысалы сен оқып келе жатырсың, фронтендті да, допустим, и бір болады ғой, интересно кетіп қалды да, как будто это не мое деген сияқты өзің ойлап қалдың бір моментте. Сол кезде басқа жаққа ауысып кеткен дұрыс па, жалпы мүмкін ба деген сияқты. Немесе даже если сен фронтендта жұмыс жасап жүрсің, бірақ бэкэндқа немесе басқаға ауысқың келеді, былай ол қаншалықты мүмкін? Выгорание әрине болады, айтып кеткендей. Менде сондай болған, фронтенд оқып жүрген кезде 2 айлар бойы фронтендке қатысты, программированияға қатысты ештеңе оқымағам. Мен ойлағам, все, бұл менікі емес, ұмытып қалдым бәрін. Қайтадан бастауға шамам жоқ. Бірақ ол кезде өзіне тағы бір мүмкіндік беру керек деп ойлаймын. Тағы да бір көріп, шықпай жатса, басқа неге ауысуға. Бірақ соңына дейін сонда да өзіңе мүмкіндік беріп көру керек деген сияқты. Менің ойымша айтидің ең бір күшті жағы осы, сенде таңдау бар да. И вот фронт ұнамай қалса, бэкқа ауысаң болады. Оған қарағанда еще тілдер бар әртүрлі. Динамичныйлау дейсің. Динамичныйлау. Осы үшін де маған ұнайды, мысалы. Но пока что маған фронт бәрі жақсы, но в будущем мен ауыстырсам да болады профессиямда. Ол уже оңайырақ болады. Өйткені сен бір тілді меңгеріп алдың до конца, и барлық тілдер соған примерно былай. Ұқсайды. Оңайырақ болады. Енді мынандай да, мысалы осыдан келіп шығады, жалпы осы IT саласында өздеріңді айтсам ба, анау не болады ғой, тех интервью сондайлар болады. Сол кезде өзіңді 5 жылдан кейін кім көресің деген сияқты ғой енді. Типа сондай да, бәрібір де все-таки бәр нәрсенің өзінің бір шыңы, бір несі болады ғой, деңгейі, белгілі бір жететін. Өзіңді до конца IT-да көресің ба, егер солай көрсең, кім ретінде көресің, или бір жалпы сондай шың, сондай пигі қандай деп ойлайсыздар өздеріңнің? Мен әрине болашақта ойлаған дұрыс, бірақ та қазіргі сәтте өмір сүргенді ұнатамын. Бірақтан шыңында мен IT-да көрмеймін өзімді, бірақтан IT-ға қатысты жерде көремін. Қалай ол? Ол мен былайша айтқанда арманым деп айтсам болады, бірақтан секрет болып қала берсін. Секрет жоқ, бүгін негізі секрет болмайды дейсің ба? Ертең көре жатасың. Болашақта орындалмай қалады десең? Орындалмай қалуы мүмкін, поэтому. Жоқ, всегда орындалады. Орындалатынына сенемін. Сендерде қалай? Или тоже секрет? Секрет емес шығар? Ну, я бы хотела остаться в IT, бірақ-то, то есть хочу свой проект какой-нибудь начать, и в этой сфере уже как бы самой. Өз-өзіңе жұмыс жасаған келеді, Мен ол да жақсы ғой. Негізі көп салада сондай дұрысырақ сияқты. Бәрібір де өзіңнің бизнес дегенде қалай айтсам екен? Стартап, аутсорс, анау деген сияқты. Фриланс мүмкін тоже. Сенде қалай? Менде IT-да қалғым келеді, бірақ адамдарға пайдасын тигізгім келеді. Білмеймін, бір негізі экология дегенге Greenpeace өте қызығам. Соған қатысты бір экологияға көмегі тигізетін бір какой-нибудь стартап, приложение ойлап тапқым келеді. Ойлау барысындамын. Негізі айтады ғой, жалпы, егер сенде алдыңғы выпускта айтып кеттік, сенде дейді қоғамға пайдасын тигізетін бір идея бар болса, значит сен стартап бастай аласың да. Енді стартаптың да былай қарағанда негізгі мақсаты сол болу керек қой, чем ақша табудан. Себебі стартапта анандай ғой, ең бірінші мен ақша табам деп кірген адамның стартапы, мне кажется, сразу уже тоқпалатын сияқты да. Себебі енді стартап деген басында сен өзің наоборот вложиться етіп, ақшаны салып, өзіңнің түпкі мақсатыңа адал болып деп айтсам, мысалы, солай до конца кете бересің ғой енді. Ақшаңды ары қарай оборотқа сала бересің деген сияқты да. Сол үшін негізі стартаптардың негізгі идеясы сондай сияқты. Главное сен пайданы тигізу деген. Келісім.
вообще негізі бар нәрседе сондай сияқты. Кез келген істі бастаған кезде ол былай да айтады ғой енді ниет деп айтады ғой. Ниетің қандай, сол сенің ісің ары қарай солай жүреді да. Егер ниетің вот ақша табу қандай жолмен болса да мынаны алдап болсын, мынаны бүйтіп болсын, біреуді қадап кетіп деген сияқты лақтырып кетіп ақша табу болса, ол бәрібір соңы бітеді, оның соңы болатын сияқты, ол ары қарай өсіп дамымайтын сияқты. Негізі өте бір қызық, иә, өзіміз отырып жақсы әңгіме айттық деп ойлаймын. Енді осымен негізі бітірсек болады. Жалпы айта берсек әңгіме көп, отыра берсек жақсы, бірақ уақыт дегенде, иә, бұл соңғы емес, тағы да кездесіп, әңгіме айтып, өзіміздің тәжірибелерімізбен бөлісіп отырамыз. Қыздар, келгендеріңе өте үлкен рахмет. Мен бұны бағалаймын, және бұл басқа адамдарға, көріп отырған көрермендерге тигізіп жатқан пайдаларың деп есептеймін, иә. Сол үшін де сендерге келгендеріңе рахмет айта отырып, менде бір рубрика бар, иә, соңында сыйлық беру деген, иә, өзім қонақтарыма. Солай сендерге де сыйлық дайындап келгенмін. Соны беріп жіберетін болсам. Өзім жаман сезініп қалдым ғой. Не істеп қалдым ғой? Жаман сезініп қалдым өзімді. Неге? Так, мұнда енді өздері ашып аласыңдар. Блокноты бар, ручкасы бар, өзінің әр қызға арнап жеке бір сөздері бар да жазылған, мотивирующий деп айтам ба, иә? Яғни жалпы көп сөздердің мағынасы алдыда тұрған барлық арман мақсаттарыңа жетіңдер, тек қана алға, сенің қолыңнан барлығы келеді деген мағынаны білдіреді ғой. Енді мұнда орысша жазылған, бізде подкаст қазақша болғандықтан солай. Так, ендеше Алтынай, Гүлбақыт және Таңсу. Рахмет. Жақсы, біз қоштаспаймыз. Келесі шығарылымды күтіңіздер. Тағы да қызық оқиғалары көп болады. Рахмет. Ойбай, 8 дубль ма? Неше дубль? Вот, последний, жақсы болды, иә? Если на расслабоне отырсаң, кетесің ба?